Жаңа Қазақстан құрамыз деп жұлқынып жүргенімізде ескі жүйенің серкелері қайта-қайта алдымыздан шыға бастағандай. Күні кеше халық болып Болат Назарбаевты ақтық сапарға шығарып салған едік. Ағасы Нұрсұлтан Назарбаев Астанадағы бас мешітке дүйім жұртты жинап ас берді. Әрине бауыр етің бауырынан айырылу оңай емес, қазаның жеңілі болмайды ғой. Бұл жай ас беру емес, сырттай қарап құдды бір мемлекеттік жиын ба дейсің. Көңіл айтып келгендердің дені ескі Қазақстанның белді өкілдері, әрі барлығын ашық көрсетті. Жиынға келген кей жүздерге қарап кім-кімді алдап жүр дерсің. Басынан бақтайғаны сол еді, кеше ғана Назарбаевты жерден алып жерге салған әріптестері түк болмағандай аста бата қайырып отыр. Әбден биліктің қолшоқпары болған әпенделердің бұл соншалықты бетсіздігі ме? Немесе жаңа Қазақстан деген солардың жазып отырған қойылымдары ма? Көрген дұрыс көрермені, біз шындықты ғана айтқымыз келеді. Жасаған дүниемізді қолдап отырсаңыздар, бізге шабыт берері анық. Күллі әлемді жаулайым деген Шыңғыс ханның да көзіне топырақ толды емес пе? Бұл фәни мәңгілік еместігін жақсы білесіздер. Кеше ғана өлместей күн кешкен Болат Назарбаев қазір қабірде. Ағасы ел басқармағанда бұл азаматтың өмір сүргенін білмес демедік. Жаназа намазына зират басына барып тұрып, Назарбаевты мақтап арнау айтты дегенде естідік. Сонда өлім болған жерден де пайда іздейтін күнге жеттік пе? Сөзіме дәлел болсын, інісінің қазасынан кейін Нұрсұлтан Назарбаев ағайындық парызым деп дүйім жұртқа ас берді. Сондағы шақырғандары қарапайым халық емес, барлығы да өзі кезінде билікте бірге жүрген серіктестері. Қайсы біріне тоқталамыз? Назарбаевтың асына жамандағаны бар, мақтағаны бар ескі жүйенің шенділерінің өкілдері бір қалмай бәрі келген. Түрлеріне қарап зейнеттегі адамдар деп айтпайсың, жүрістері тың. Астарында қара джип, ұстағандар айфон. Бірақ 30 жылда олардың асағаны 7 ұрпағына дейін жетіп қалады-ау. Өзінен аясын ба? Бұл байдың асын байғұс қызғанғандығы емес, ескі жүйенің серкелері қайтадан реванш сұрап тұрма деген ойға келу. Бұл жүйенің тамыры ұзаққа кетіп қалғанын көрдік. Дауыл соқса шатыры бар адамның үйіне тығылатынын да байқадық. Бір түсінбеген қылық, артынан жамандап алып, кезінде осылай бүлдіргенбіз деп сұхбат беріп, артынша Назарбаевтың алдында отырғандарды қалай түсінсек болады? Әлде бұл олардың жоспарының бір бөлігі ме? Болатқа берілген астан кейін әлеуметтік желіде бір мақам басталды. Блогерінен бастап ақынына дейін саясаткер дейсің бе, бәрі біртүрлі сарында жазба қалдыра бастады. Сөздеріне қарасаң, билікке Назарбаевтың келуіне де кетар емес секілді. Астың соңында Нұрсұлтан Назарбаев сөйледі, сөйлегенде бүйдеді. Мен ештемеден қамықпаймын, ештемеден жалықпаймын, ешқандай сөз маған тимеді. Себебі бұл мәселе біздің ұрпақтық емес, ол тарихтың мәселесі. Тарих өзінің айтатынын бәрі айтады. Сондықтан мен өте байсалды түрде оның бәріне қараймын. Ешкімге өкпелі емеспін, ештеңеге өкінбеймін дейді. Сірә осыған дейін өзіне отбасына қарата айтылған пікірлер құлағына жеткен сыңайлы. Тоқаевты қолдайым, соның айтқандарын істеңдер деді. Одан кейінгі мәтінді 30 жыл бойы естіп келдіңіздер. Қайталамай қояйық. Ескі жүйедегі серкелер реванш алғысы келе ме, қалай өзі? Әлде қазіргі кейіпкерлерінің артында тұрған солар ма? Қанша дегенмен дәуірінде Назарбаевтың қасынан шықпай алып ұшып тұратын шенділердің жүзінде ұмытып бара жатқан едік. Жүздеріне қарасаң қартайған, шаштарына ақ түсіп, кейбірі тіпті таяқ ұстап қалғанын көресің. Алайда сол журналистерден қашатын, өтірік іскерлік кейіп танытатын әпенделер камерадан құтыла алмайды. Күні кеше орнын босатқан Даниал Ахметовтың журналистің бірінің сұхбатынан қашып, өтірік телефонмен сөйлесе кеткен жазбасында көрдік. Назарбаев әулетінің асына келген деп асыға жеткен экс-шенеуніктердің ішінде Жигулимен келген шендіні көрмедік. Соған қарағанда мұнда келгендер біз әлі бармыз деп келіп тұрғандай күй кештік. Бұл қартайған арыстанның соңғы мінез көрсетуі деп білеміз. Өйткені асқа келгеннен кейін Назарбаевтардың әулеті жайлы тың деректердің беті ашыла бастағанда бір топтың ақтап жатқандығы байқалды. Бір түсініксіз жайт, Назарбаевтардың беріп жатқан асында түсірілім топ хабар арнасының журналистерінің не істеп жүргенін түсінбедік. Назарбаевта беті бүлк етпей Астанадағы үлкен мешіттің кірпішін мен қалап кеткенмін, осында келген сайын мен еске алдыңдар дегендей кейіп танытты. Ал экс-президенттің сол жазбасын үзіп алып, әлеу желілерде жарыса жазып жатқан блогер ақындардың Назарбаевтың кезеңін сағынып жүргендігі байқалады. Авторитарлы жүйеде өмір сүріп жағдайын жақсартып алған экс-шенеуніктердің бұл автоматты түрде жасаған іс-әрекеті деп түйдік. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев суперпрезидент түсінігінен алшақтау керек дегенді айтқан.
Ескінің осындай көздері бар шенеуніктер тұрғанда жаңа Қазақстанның ауылы алыс па деп қалдық. Сіз қалай ойлайсыз? Көрген дұрыс көрермені бізге қосылыңыз, пікір қалдырыңыз, қолдауыңызды бағалаймыз.